Қайырлы күн баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі жұма күндеріңіз қабыл болсын. Мен соған орай 7 шелпек пісірейін деп жатырмын. Осы мен ұсынған рецепті міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Шелпектеріңіз жұп-жұмсақ мамықтай болып шығады. Мен ұсынған видео ұнаған болса, арнама тіркеле кетіңіздер. Менің басқа да видеоларымды бірінші болып көру үшін қоңырауша белгісін басып қойуды ұмытпаңыз. Електен өткізілген ұнымыздың үстіне бір қасық майонезімізді салып, қажетінше ас содасын саламыз. Жылы суымызға тұзымызды салып жақсылап араластырып, қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымызды жақсылап илеп алып, осы видеода көрсеткендегіндей басып, салафанға салып, иығанғанша қойып қоясыздар 20 минутқа. Иығанған қамырымызды қолымыздың көмегімен ширатып алып, теңдей 7 бөлікке бөлетін боламыз. Шелпектерімізді жасау үшін. Енді кезекте барлық шелпектерімізді дөңгелетіп жайып алатын боламыз. Қамырларымызды жұмсақтап илеңіздер. Сонда шелпектеріміз үлгілеп жұмсақ болып пісіп шығады. Барлық шелпектерімді жайып алдым. Енді осы шелпектерімді қызып тұрған майда пісіріп алатын боламын. Шелпектерімізді жайып жатқанда алдын ала майымызды қыздырып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің майымыз қызды. Енді біртіндеп 7 шелпегімізді өзімізге керекті түске енгенше пісіріп алатын боламыз, қызартып.